2021 жылғы 27 мамырда оқушылар сарайында Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасының басшысы Гүлмира Райымбек қызы Кәрімованың қатысуымен облыстың мамандырылған және инновациялық мектептері қызметінің қорытындысы бойынша семинар практикум өтті. Аталған іс-шараға Zoom конференция арқылы Дарын Республикалық ғылыми практикалық орталығының директорының міндет атқарушысы Арыстан Болатұлы Сатанов және облыстың білім беру бөлімдерінің басшылары қосылды. Іс-шара аясында облыстың мамандырылған инновациялық мектептерінің қызметін талдау және дарынды балалармен жұмысты ұйымдастыру бойынша тәжірибе алмасу өткізілді. Іс-шараның практикалық бөлігі 2 секциядан тұрды. Онда оқу-тәрбие процесін, нормативтік құқықтық сүйемелдеу және мектеп аудитін ұйымдастырудағы цифрлық ресурстар мәселелері талқыланды. Пленарлық отырыстың соңында білім басқармасының басшысы Гүлмира Райымбек қызы Кәрімова облыстың мамандырылған инновациялық мектептерінің жұмысын жандандыру және біздің аймақтың зияткерлік элитасын одан әрі дамыту бойынша тапсырмалар берді.